Қазіргі таңда менің отбасым құлдырап тұр. Менің әйеліме түсіндіріп айтып, әйеліме сөйлесіп беріңізші деп менің жекеме әйелдерінің аккаунтын жазып, телефон номерлерін жеке жіберіп жатқан еркектер. Мен сіздердің әйелдеріңізді жөндеп бере алмаймын. Көп еркектер үйленбей тұрып өзінің бар тапқанын сол әйелге қымбат бағалы сыйлықтар алып, қарыз алып, қарыз жоқ болса несие алып, сол әйелдеріне түрлі романтика жасап, үйленбей тұрып сол әйелдің алдында тізелеп отырып, ата-анасына алмаған сыйлықты сол әйелге жасау арқылы бастарына шығуына келешекте жол ашып қояды. Мүмкін сізде сондай жағдай болған шығар. Қандай алтын әйел болса да, сіздің ұрпағыңызды көбейтіп отырған алтын құрсақты ана болса да, сіздің ата-анаңыздан артық сыйлық жасап, ата-анаңызға көрсетпеген құрметті әйеліңізге көрсетуге қақыңыз жоқ. Әйеліңізге 100 мыңға сыйлық алсаңыз, ата-анаңызға 110 мыңға сыйлық алыңыз. Ал әйеліңізге 1 миллионға сыйлық алатын болсаңыз, ата-анаңызға 1 миллион 100 мыңға сыйлық алыңыз. Ата-ана баладан ештеңе дәметпейді, бірақ Алла тағала ата-анаға көрсеткен құрмет арқылы баласына, ұл қызына бақытқа жол ашып қояды. Ал әйелге көрсеткен құрметіңіз ол тек отбасындағы береке ғана. Сондықтан әйелді ата-анадан, бауырлардан артық көріп, артық бағалап, бақытты боламын деп ойламаңыз.